Бүгінгі сабақтың тақырыбы еріген заттың массалық индексі. Бастамас бұрын бір-бірімізге ақ тілектерді тілейміз. Мен қазір Мадинадан бастайын, сөйтіп айналып шығайын, иә? Мадина бүгінгі күніміз айтып өтсін. Сіз әліңіз бересіз. Шамас бүгінгі сұрақтарда белсенді болды. Керек мақсатқа Жасай бересіз. Қазір осы сабаққа белсенді. Аружан осы сабаққа белсенді қатысып, жақсы жетістіктерге жетті. Жақсы қатысып. Жақсы бүгінгі сабақта сен сабаққа белсенді қатысып. Жақсы баға оны ол сабақты жақсы бағалар алады. Осы бүкіл жақсы тілектің бәрі мен де сіздерге арнаймын, кеңес айтып өтейін. Ең алдымен біз алдыңғы сабаққа оралайық, иә? Ерікіштік дегеніміз не еді? Кім айтады? Берілген температурада 100 грамм еріткіште ери алатын заттың максималды массасымен анықталады. Жақсы. Ерікіштіктің өлшемдігі қандай еді? Бізде еріген зат және ерітінді деген екі ұғым бар, иә? Сол үшін бізде қалай болады? Бізде еріген заттың өлшемдігі қандай? Қатты заттардың өлшемдігі қандай еді? Қандай? Айтамыз? Килограмм. Оның ең кішкентай өлшемдігі грамм. Ал енді біз оны ерітетін зат сұйық зат, иә? Сұйық зат қандай болады? Жоқ. Литр болады, иә? Оны ең кіші өлшемдігі етсе миллилитр. Яғни оның өлшемдігі қандай екен? Грамм миллилитрге қатынасы, иә? Келесі заттардың суда еріткіштігі нешеге бөлінетін еді? Осы жауаптарына қарай өздеріңізді қалай бағалайсыздар? Сабаққа дайынсыз ба? Енді біз топқа бөлінеміз. Еріген заттардың массалық үлесі мен ерітінділердің белгілі бір массасы бойынша еріген заттың массасын есептеу. Жалпы біз сонда осы сабақта не істейді екенбіз? Қандай ойдармен танысамыз? Сабақты бастамас бұрын мен осы атақты Михаил Ломоносовтың сөзімен бастағым келді. Қайда қарасақ та, қайда көз жүгіртсек те көретініміз химия ғажайыптары. Сонда бұл дегеніміз не сөз? Өміріміздің барлығы біздің неден құралған екен? Жалпы енді қараймыз, көріп тұр ма текст? Қазір осы текстпен жұмыс жасағанда сіздерге тапсырмалар болғанда керек болады. Сондықтан мұқият тыңдап отырамыз, жақсы ма? Ең алдымен қараңыздар, мына жерде мен бағалау парақтарын таратамын, иә? Өздеріңіздің топтарыңыздың араларыңызда топқа сайлайсыздар да, оқушыларды немесе бағалайсыздар. Химия барысында еріген зат пен ерікіштіктің арасында сандық қатынасын анықтау үшін ерітіндінің концентрациясы деген ұғым пайдаланылады, иә? Ерітіндінің концентрациясы деген сол еріген зат шамасының жалпы ерітінді шамасына қатынасымен анықталады екен. Енді қараңыз, ерітінді өз кезегінде екіге бөлінеді, иә? Қандай? Концентрация. Егер ерітіндінің ішінде еріген зат мөлшері аз болатын болса, ол қандай болады? Егер оның мөлшері көп болса, концентрация. Енді қараңыздар мына жерде. Қазір мен су тұрғанды көремін, иә? Екі біз 1 миллилитрлік суды құйдық дейік, иә? Енді бірінші біз стаканға 4 ас қасық тұз салайық, иә? Тұз салайық. Ал екіншісіне 1 ас қасық қан салайық. Бізде екеуін ішіп көрген кезде бізде қайсысынан қаттырақ шығады? Тұзды білген себепті 1 ас қасық тұз салды, иә? Ал қан ше? Ол аз болады, иә? Сонда біз оның жаңағы саны көбейген сайын оның концентрациясы жоғарылайды. Сонда бұл қайсы болады екен бізде? Концентрация болады. Ал егер де аз болса, онда
ekan? Yerning konsentratsiyasini ko'rsatadigan qaraymiz. Faizda konsentratsiya, faizda konsentratsiya degan bu misol qanday? Massa udresidan aniqlangan, ya'ni omega, mana W degan so'zni omega deb ataladi. Hozir kelasi formasini ko'rsatamiz. Qarang, yerga zotning massa udresi deganimiz yerga zotning massasining yerida massasidan qatnashib turgan. Ya'ni bu yerda formulani qo'yib qo'ygan. Omega tenglik yerga zotning massasi, bu yerga massasiga ko'paytirgan ishi Demek ki size esep qarasaychi, tajribada bizga kelgan 20 gram zat 90 gram yerni bo'lsa, uni massa udresini topamiz, ya. Bizga zat deganimiz yerga zat, ya. Bu 20 gram degan, al yerni deganimiz bu qadar. Ya'ni bu deganimiz nega massa udresini qayta olib, qayta tushirishchi. Omega teng. Aha. Yer zat. Yer zat, ya. Ko'paytiruvchi massa. Bu bizim formulamiz, ya. Kelesiga qarashlarda berilgan manzil bo'yicha, ya. 20 ni nega qatnasin? 90 gram. 90 gram qatnasin, ko'paytiruvchi foiz. Nechta chiqadigan Nechta qiymat? Kelesiga endi qaranglar. Biz o'zi Sims programmasi bo'yicha qarashtiramiz, ya'ni birinchi taqsimda bizga bo'lgan 4 xil berdik. Bag'al operatorlardan qarab o'tiramiz, birinchi taqsimda 4 taqsimni qo'llanamiz. Biz sizga mana shunga test bergan, ya'ni bu yerda 4 suroq. 4 suroqda har qaysi javobi bor. Ya, hozir o'zdan sizga 4 beramiz. Pastayamizda. O'zingizga belgisizda o'zingizning misollarga qarab sizga o'zingiz qaraysiz. Mölçeri, yerikin zatı mölçeri ko'p bo'ladi, yerda quram bo'ladi. Üçüncüsü yerinde salgılarında agregatif gibi başka oladın. Bırak yer kelgan zatda yerga oladi suyun zat. Har qanday agregatif gibi bo'ladi, agregativ spektrum bor. Ta'dili және de beshinchisi jeki kuyida, және yerinde agregativ birday bo'lib, birday bo'ladi. Mölçeri yerga zatning mölçerida ko'p bo'ladi, yerda quram bo'ladi. Ya'ni mana shu son variant qarangizlar. Nechida? Agregativ kuyi birday bo'ladi. Mölçeri yerga zatning mölçeridan ko'p bo'ladi. Buna ne diyorsunuz? Bu işlerin geriye zaten boşluğunu kopu. Yani bize katı zaferinin suyun zaferlerinde yeni karanlık. Bize yer ve konsantrasyon olsun suyun devamlı oluşu bize yer dağılışın bize ne oldu? Katı zafer suyun zafer. Suyun zafer. Yeni karanlık. Sonra 5. öğretisi kelimenin çoğaltma yer etkisinde 5. öğretide ismimiz Bizden anlatamazdı bize. Yeniden karanlık. 1. öğretide Kurama durakta olmayın, және bir komponentте тұратын жүйе. Ерген затты бөліктерден және екі компоненттерден тұратын гетерогенді жүйе. Бірнеше компоненттен тұратын және құрама тұрақты болатын гомогенді жүйе. Құрамы ерген заттың молекуласы болатын еркінді, және де ерген зат бөлшектерден және ергіш молекулалардан тұратын гомогенді жүйе. Бұл жерде біз қандай сөздер кездестірдік? Гомогенді және гетерогенді. Гомогенді дегеніміз неше екен? Бір зат, иә. Гетера дегеніміз деген сөз, иә. Енді қараңыздар. Biz жаңағы қатты затты сұйық затты ертпейден не болады? Бірнеше затқа бөліп кетеді ме? Бір затты қала ма? Бір затты сұйық затты көтереді. Үшінші сұрақта қандай еркінді концентрді және сұйылтылған болып екіге бөлінеді? Енді қараңдар, аса қаныққан, қанықпаған, қаныққан және қанықпаған, қаныққан және аса қаныққан. Белгілейсіздер. Кім өзі дұрыс деп барады, соны белгілей қойыңыздар. Келесі, иә? Konsentrasyası 1 faiz bo'ladi 7 gram yerinde yergen zatning massasini algan mölçeri qanday deydi? Sizlar sizlardan majizda endi omega teng necha prosent debdi? Necha foiz? 5 foizga. Necha gram dedi? Yerinde debdi. Massasini yerinde qilamiz. Demak 20 gram. Ya. Neni topib berdik? Yergen zatning mölçeri. Shishmi? Endi qaranglar. Bizde cevap verilgan formulalarni aytib beramiz hech qayta. Qalay? Omega teng massa yerga zat kariya. Massa yerga. Ko'paygan endi o'z yerda bizga neni topib kerak? Yerga zat topib kerak. Buni topish uchun qalay istaymiz? Qalay qiladi formula? Omega ko'paytirilgan yerda. O'sha formulaga solib esimga qo'yamiz.
жазамыз. Кетті. Бұған сіздерге 7 минут уақыт беріледі. Мәтінді көшіріп жазамыз. Жоқ, осы сөздерді жазсаңыздар болады. Енді бір шауытқа кірді алдыңыз сіздерге берді. Дескрипторға қарай отыра өз-өздеріңізді бағалайсыздар. Топ басшыларына жаңа жауаптарыңызды айтасыздар. Содан кейін топ басшылары өздерінің бағалау қарарына жазылады. Мен қараңдар, енді топтық жұмысқа келдік, иә? Топтық жұмыста дәрігерлер тобы қайсы еді? Жақсы. Сіздерге осы тапсырма қазір оқып түсініп алыңыздар. Сосын осыған қарай эффекттерін шығарасыздар. Жақсы ма? Топпен ақылдасуға рұқсат беріледі. Екінші топ бізде аспазшылар қайсы еді? Енді сіздерге берілген тапсырмаға қарай өздеріңізге жазып алып есептейсіздер. Жақсы ма? Үшінші топ бізде агрономдар. Кімдер еді агрономдар? Сіздерге осы тапсырма беріледі. Көріп тұр ғой, сіздерге? Иә. Жақсы. Жазып алыңыз, дәрігерлер тобы бітті екен. Біткен екен, шыға алыңыздар. Енді қазір қайтадан біз мақсатқа оралсақ, еріген заттың массалық үлесі мен ерітінді белгілі массасы бойынша еріген заттың массасын есептеуді үйрендік па? Енді қазір біз кім миллионер болғысы келеді деген тәсіл арқылы ойын ойнаймыз. Сосын ұтқан адамға біз осы сертификатты табыстаймыз. Жақсы ма? Енді қазір автобуста бір-бір бала шығып, осыған байланысты бізге сабақта жайлы пікірлеріңізді айтып кетсеңіздер, иә? Шыға алыңыздар. Себебі бүгінгі сабақ бізге өте қатты ұнады. Есептер шығардық және жаңа тақырыптармен таныстық. Мен комментарий қылайын. Себебі осы сабақтарда тағы да бір-екі әдістерді қосуға болады. Жақсы, Айгөз. Мен де айтқанымдай, бізге осы бүгінгі сабақ ұнады. Мысалы, тест тапсырмалар қатты ұнады. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сабақтың сіздерге өте пайдалы деректер алды деп ойлаймын. Сау саламатта болыңыздар.